Армысыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып кетіңіздер. Жанат қарапайым қыз. Үйінің кенжесі. Әжесінің қызы болып өсті. Алдында екі әпкесі және жалғыз ағасы бар. Жастайынан өте білімді болып өсті. Кітаптан бас алмайтын. Сәл уақыты болса қалай әжесінің жанына жүгіріп келеді. Жәмила әжей 15 жылдан бері көзі көрмей төсекке таңылған. Келіні Айнакүл Жанаттың анасы. Қарт ананың қас-қабағын бағып, көңіліне кірбің түсіргісі келмей, осы уақыт аралығында бір ауыз артық сөз айтпай бағып қақты. Қария кісі әсіресе аурушаң болса жас балаша болып қалады емес пе? Барлық қажетін орындап, күн жылыда сыртқа шығарып, аты үстіне түсіп, немерелері де бәйек болатын. Әсіресе Жанат әжесін ерекше жақсы көреді. Себебі әжесі келінін қатты жақсы көретін. Үнемі өзің секілді адал келін бұйырсын саған деп батасын беріп отырады. Айнакүл ананың жалғыз ұлы болғандықтан іштей әумин деп қуанып қалады. Бірақ армандағы келін бұйырмайтыны оған беймәлім еді. 4 перзенті үшін аянбай еңбек еткен Сағындық аға, Жанаттың әкесі мен Айнакүл жеңгей қарапайым тұратын. Отағасы такси айдап, жеңгей дүкенде сатушы болды. 3 баланы оқытты, қажетін өтеді. Үйдің кенжесі Жанатта мектепті аяқтап, оқуға түсуді армандады. Бірақ ұбыты балы жетпей ауылда қалып қойды. 1 жыл ауылда қалып әжесіне қарады. Сол жылы әкесі қатты ауырып пышаққа түсіп қалды. Қыстай отын тасып, қуығына суық тиіпті. Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады деп, анасы да сиыр сүтінен бруцеллез ауруына шалдығып ауруханадан бірақ шықты. Сонымен үйдің бар ауыртпалығы малға қарау, отын жарып, от жағу, 95-тегі қара әжеге қарау бәрі Жанаттың мойнына түсті. Әпкелері тұрмыста, ағасы оқуда. Осы уақытта бүкіл ауылда сыбыр-күбір тарай бастады. Сағындық та, Айнакүл де ауырып жатыр. Бар ауыртпалық қаршадай қызға түсті-ау, одан да Құдай кәрі кемпірді ала салмады ма деген әңгімелер гу-гу есті. Жанат мойымай үй тірлігінде сырттағы жұмыстарды да, ата-анасына да, әжесіне де қарауды ұмытпады. Одан сәл қолы қалт етсе, кітапқа жармаса да. Қалайда биыл оқуға түсім керек деп, бірақ бұл жолы да оның бағы шаппады. Математикадан ақсап, тағы грант иегері атана алмады. Тамағына ащы өксік тығылып, еңіреп қоя берді. Неге Құдай маған көп берді екен деп налыды. Бұл кезде ағасы қалада жұмыс жасап, үйге қаражат жіберіп тұратын. Ата-анасының жағдайы түзеліп, беті бері қараған соң, Жанат қалаға ағасының жанына жұмыс жасауға кетті. Ақша тауып, ақылы болса да оқимын деп шешті. Әжесінің батасын алып қалаға келді. Ағасымен бірге көкөніс сатып, ақша таптады. Ағасы Санат өте жуас жігіт, тірлігін үнсіз істеп, күлін қойып жүрсе береді. Мінезі ауыр болғандықтан бүкіл ауыл оны жақсы көретін. Жақсы жар кездесуін тілейтіндердің қарасы көп. Ақыры сауданың арқасында Жанатта оқуға түсті. 1 жылдан соң ақысыз оқуға ауысты. Ағасының да жұмысы дөңгеленіп, күннен күнге жақсара берді. Алғашында пәтер жалдап тұрды. Сосын жер алып, үй соғып бастады. Барлығын Жанат екеуі бірге жүріп істеген соң ба, ағалы қарындас екеуі өте мейірімді болды. Ата-анасына да қаржылай көмек берді. Енді Жанаттың тек бір ғана арманы ағасына керемет келіншек жолығып, сырлас жеңге табылса екен дейтін. Әжесі өмірден өтіп, ауылдағы қой-ешкіні қасқыр талаған соң, соңғы қара малды сатқызып, ата-анасын қалаға көшіріп алды. Үйдің құрылысы аяқталмаған соң, барлығы пәтер жалдап тұрды. Жанат оқуды аяқтап, қаладағы мектепке тарих пәнінен мұғалім болып орналасты. Осы уақытқа дейін не жігітке не қарамапты, не қыдырмапты. Үй аяқталып, енді бәрі Жанатты ортаға алып тұрмыс құруын айтып құлақ етін жей бастады. Бірінші ағам үйленсін, жеңгемді көріп, сырласып біраз жүрейін деп